Біз енді көлдің жағасында тұрғаннан кейін біздің өзіміздің ойымызда, мақсатымызда, біздің арманымызда көлдің жағдайы ғой. Көлдің жағдайы жақсы болса екен, көліміздің деңгейі түсіп қалмаса екен, көліміздің су таза болса екен деп ойлаймыз. Сондықтан оған көзқарасымыз әрқашанда сол көлді ойлап отырамыз. Балқаштың өзі мына солтүстік, Балқаштың солтүстік жағалауы кішкене тас жер ғой, енді тасты құмды болған кейін оңтүстікте емес, бұл жердің өсімдік онша бай емес. Бірақ өте сирек кездесетін өсімдіктер бар. Оның бірі тораңғы талы. Бұл тораңғы деген ағаш өзі терек тұқымдас. Өзі өте бір ерекше қасиетті ағаш. Бұның қасиетті болатыны бірден ол өзі негізінде оңтүстік жақта өсетін ағаш. Енді солтүстікте осы Балқаштың жағасынан әрі қарай солтүстікке бұл әрі қарай бармаған. Ең сол Балқаш көлінің шеті соның бір не сияқты, ана шекарасы сияқты. Әрі қарай ол ағаш өспейді. Сол Балқаш көлінің жағасында ғана. Сол ағашты қорғау жөнінен халық кезінде қолға алып, негізінде ол өсетін жері Ақтоғай ауданына жатады. Орта Дерсінің маңайында Торанговая роща деген бар. Сол Тораңғы бағы. Сол Тораңғы бағын кәдімгідей үкіметтік заказник ретінде қабылдаған. Ол кәдімгідей статусы бар, жақсы. Бірақ енді сол Орта Дерсінің жанындағы Тораңғының бір ерекшелігі, ол үлкен ағаштар көбеймей қойды. Көп уақытқа шейін құр ағаштар тұрады. Негізінде бұл ағаштардың өмір сүргеніне, бұл маңайда өмір сүргеніне 5000 жыл деп айтады ғалымдар. Бұл ағаштың тағы да ерекшелігі, тамыры терең кетеді, көрінген жерге өспейді. Сондай талғампаз өсімдік. Және оның бойындағы анау жас ағаштарының жапырақтары жіңішке болады. Ал енді үлкен ағаштары жапырақтары үлкен, дөңгелек болып келеді. Сондай, сол бір ағаштың өзінде, егер мысалы сол ағаш көбейіп, жаңағындай жас ағаштар болып өсетін болса, сол бір ағаштың бойында 2 түрлі жапырақтар өседі. Ол өте сирек кездесетін қасиет. Енді кезінде ол ағаш халыққа көмегі көп болған. Сол енді жазда, мына ыстықта болсын, малына болсын, қайсына болсын, сондай көмегі көп болған. Өйткені бұл жақтарда енді шөл болмаса да шөлейт жерлер ғой негізінде, шөбі аз. Содан кейінгі жылдары біз енді 90 емес 2000 жылдары ғой деймін. Мынау жаңағы Таранғалықтан әрі қарай Үштөбек деген жер бар. Үштөбекте тағы да жаңағындай тораңғы талдары бар екен. Сол тораңғы талдарына соған біз көңіл аудардық. Өйткені сол талдарды өсіп тұрған бір кішірек қана бір алаңқай өзі бір тұрған талдар ғой. Сол талдарды біреу жаңағы сымдармен қоршап сөз жүрген мал ұстапты. 2 жыл мал ұстапты. Сол адамды сол жерден малын қуып, ана жерде босату керек болып, біраз жұмыстар жасадық, Ақтоғай ауданының экологтармен бірге. Содан кейін сонда ғана ағаштарды көрсеңіз, жаңағы сымдарды кәдімгідей енді жаралаған деп айтуға болады. Ағаштарды қатты байлағаннан несіне кіріп кеткен стулына жағы сым. Солардың бәрін кесіп, ішіндегілердің бәрін шығарып. Енді бір жағынан оның пайдасы да болды ол мал ұстағанның. Өйткені жаңағы құмның ішінде өсіп тұрған ағаш қой. Жаңағы малдардың әсерінен тура 50-60 сантиметр болып қорда жаңа жері жиналып қапты. Бірден көлдің деңгейі өсті, екіншіден жаңағы қорда сол енді неге ағаштарға қорек қой. Соның әсерінен болу керек. Жаңағы орман ду өтіп өсе бастады. Сондай көп жылда жан-жағы жайылып, жаңадан ұсақ ағаштар пайда болып өсіп, сондай жаңағы ағаш әжептәуір, жаңағы орман әжептәуір болып өсіп қалды.
Енді бұл жердегі балқаш көл болғаннан кейін Балқаштың енді көліндегі ең бірінші не ол балық. Балық енді Балқашта әртүрлі балықтар бар қазір мысалы. Бірақ негізінде Балқаштың өзіне тән балықтар жоқ. Өйткені Балқаштың өзіне тән бір 4-5 түрлі ғана балық болған екен кезінде. Менің шешем марқұм айтушы, Балқашта біз осы жаққа келгенде, мынау қала салғанда келген ғой осылар. Сонда Балқашта 2 ақ балық болатын, ақ балық, қара балық деп. Ақ балығы окунь, қара балығы маринка. Балқашская маринка деген жойылып кетті деп бір кездерде сондай жағдай болды. Өйткені расында да ол балық бостан босқа жойылған жоқ. Өйткені мынау әлгі акклиматизация деп басқа бір балықтардың түрлерін енгізе бастады ғой. Ол енді мынау балық шаруашылығынан ба, жоқ кейде халықтың өзі бір қызығып бірдеңелерді ойламай әкеле салады ғой. Басқа бір жерден басқа бір балықтардың ұрықтарын бірдеңелерін алып келіп жібере салуы да мүмкін. Сондай жағдайдан Балқашта басқа түрлі балықтар өсе бастады. Мысалы сазан, судак, леш, сол келген балықтардың үстінен жаңа маринка құрып кетті. Бірақ қазір біздің Балқаштағы балық институты сол балықты қайтадан жандандыру жұмысын жүргізіп жатыр. Егер сол институтқа барғандай болсаңыз, институттың төменгі жағында өзінің несінде подвалында кәдімгідей цех бар. Сол цехта олар сол жұмыспен қазір айналысып жатыр. Балқаштың маринкасын қайтадан жандандыру үшін. Енді соның тағы бір қызығы, сол Балқаштың маринкасының кейбір түрлері, мынау Ақтоғай бойында Тоқырауын өзені бар ғой. Тоқырауын өзенінің енді сағасының бойында әрбір жерлерде сулар кездеседі. Плес дейді енді кішкентай жиналған шалшық деп айтпай қояйын, сондай сулар бар. Сондайларда жаңағы балықтар сақталып қалған екен. Соларды қолға алып, балық институты сондаймен айналысып отыр қазір. Енді бұл Балқаш көлінің өзі ерекше жағдайдағы көл ғой, өзі бүкіл дүние жүзіндегі 13 көлдердің ішіндегі үлкен көлдердің мынау су внутренний водоем дейді, және жақта су шықпайтын көлдердің ішіндегі 13-ші орында екен. Соның тағы да бір ерекшелігі, мұның ендігі батыс жағының тұщы, шығыс жағының ащы болуы, ол да бір табиғи ерекшелік. Сосын тағы да бір ерекшелігі Балқаштың деңгейі өзі, мына графикпен алатын болсақ, көтеріліп, төмендеп сөйтіп отырады екен. Сол бір кездердегі сол графиктерге қарағанда 60 жылдың ішінде деңгей бір көтеріліп, қайтадан төмен түсіп, одан кейін қайтадан көтеріліп, осындай бір графикпен жүріп отырады екен. Енді мынау Қапшағай салынғаннан кейін ол график кішкене өзгерді. Ол жаңағы 60 жыл болса, бұрынғы ол 40 жылға шейін қысқарды. Оның үстіне Балқаш көлінің тағы бір қасірет деп айтпай қояйын, бірақ енді проблемасы деп айтайын. Ол неде? Балқаш көлінің мына көбінесе энергетиктерге де керек көл. Ауыл шаруашылығына да керек көл. Тұрмыстық жағдайға да керек. Кәсіпорынға да су керек. Сондықтан барлығы жан-жақтан тартылады. Мысалы энергетиктер Қапшағай Алматыға қыстыгүні энергия жетпегендіктен энергетика сол көбінесе Қапшағай қыста жұмыс істейді көп. Сосын олар гидроэлектростанция болғаннан кейін суды айналдырады да, сосын суды қайтадан жібереді ғой, ағызып. Сонда ағызғанда сол суды негізінде проект жасаған кезде басында Қапшағайда Бартоғайское водохранилище деген сондай тоған салу керек болатын. Ол тоғанның несі, ол тоған жағы ағызатын суларды қыстыгүні жинап, сосын жазықтырым ғана көлге жіберетіндей болу керек. Ол тоған салынған жоқ. Мысалы енді Қапшағайдың жұмыс істегеніне бір қанша жыл болды, 50 шақты жыл болып қалған шығар, 50 болмаса дейін соған таяп қалды. Ол әлі де жоқ. Сондықтан қыстыгүні жұмыс істегеннен кейін су бар, ағызып жерге қоя береді. Ол сосын ол су қатады.
оның үстіне келесі күн тағы келеді. Ол енді бірінің үстіне бір сол қатып жайылады. Айын жазып тұрмын, күн, бірақ күнде қар еріп кетпейді ғой. Күн біртіндеп жылған кезде жаңағы суыңыз ағып көлге жүгірмейді, жерге сіңе береді. Сондықтан ол судың көбісі сол маңайда жайылады, көлге аз ғана мөлшер жетеді. Ол бір проблема. Екінші проблема, мынау ауыл шаруашылығы дейміз. Ауыл шаруашылығы болғанда күріш өсіру. Күріш өсіру дегеніңіз, ол да балқаштың бір соры. Енді балқаштың соны оңтүстік жақта күріштен қанша пайда тауып жатқанын білмейміз. Мысалы бірде-бір магазиннен сол балқаштың маңайында өсіп жатқан күрішті алып көрген жоқпыз. Алса Қызылорданың күрішін аламыз, басқа бір жердің күрішін аламыз, бірақ сол жақтың күрішін өздері пайдаланатын шығар, біз бірақ көрген емеспіз. Бірақ олар суды көп алады. Бірден күріш судың ішінде тұрып өседі ғой. Ол бірден. Екіден олар суға күріш өсіру үшін жаңағындай қолданады ғой әртүрлі нәрселерді. Минералдық заттар қолданады, я да химикаттар қолданады. Өйткені оларды да залалсыздандыру болады. Олардың өнімін арттырамыз деп тағы да минералдар қосады. Сондықтан оның бәрі ол су қайтеді, ол су келіп тағы да балқашқа келеді. Ол енді тікелей демесе де бәрі әсер келіп балқашқа келеді. Балқашқа бірден олардың суының көбісі сол жайылып кетеді. Екіншіден жаңағындай ластану болады. Содан кейін мынау кәсіпорындар енді өзінің балқаштың жағдайын жаңа айтып кеттім. Біздің балқаштың не істеп жатқанын, балқаш енді шынын айтқанда, былай су жөнінен, кәсіпорын жөнінен айтқанда, балқаш көл деген кезде елдің аузына түсетін балқаштың комбинаты ғой дер. Бұлар енді шынын айтқанда ондай бір жұмыстарын жасап жатады. Біз енді көріп жүргеннен кейін білетін шығармыз. Басқа жерде жасалмайды деп айта алмаймын. Ал енді тағы ең басты проблема ол бұл судың, былай балқашқа келетін сулардың ең бастысы мынау Іле өзені ғой. Іле өзенінің Қытайдан басталады тағы. Ең үлкен проблема осы. Ол өзен бір кезде таза болатын. Кейіннен мынау Қытайдан келетін өзендердің құрамында жағындай оларды да көптеген химиялық қоспалар қосыла бастады деп ана гидромет обсерваторияның лабораторияда зерттеп отырады ғой. Солардың көрсеткіші бойынша оларда да жаңағыдай металдар болсын, я да химикаттар болсын, жаңағыдай мұнай өнімдері болсын, оларда біртіндеп көбейе бастады деген әңгімелер бар. Ол бірден. Екіден, ол енді Іле өзенінің сағасын, Іле өзенінің бойын тазалап отыр. Қай өзен болсын, қай мынау водоем, қандай водоем болсын, оны тазалау жұмыстарын гидромелиоративный мероприятие дейді, соны жүргізіп отыру керек. Қамыс өспей тұрмайды. Сосын заиление, сондай лайланбай тұрмайды. Оның барлығын негізінде уақытысында жөндеп отырмаса, соның бәрін тазалап отырмаса, өзеннің сағасы бұзылып кетуі мүмкін. Өзеннің сағасы тіпті басқа бір жаққа кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан ондай жұмыстарды жүргізіліп отыру керек. Ондай жұмыстар менің өзім нем бойынша кейінгі кезде онша көп жөндеп жүргізіп жатқан жоқ. Оған көп қаражат керек, оған көп техника керек. Оның бәріне көңіл аудару керек. Сондықтан ол өте үлкен проблема. Мұның бәрі не үшін керек? Мұның барлығы балқаштың деңгейі 341 метр. Мына Балтық системасы бойынша 341 метрден төмен түсіп кетсе, балқаштың жағдайы өте ауыр болады. Ол төмендей береді. Ол төмендеуі геометриялық прогрессиямен деп айтуға енді әрине қорқынышты, дегенмен өте тез түсіп кетеді. Сондықтан балқаштың көлі, өзіміздің көліміздің жағдайы, аралдың жағдайын қайталамас үшін ол көңілге өте көп көңіл бөлу керек көлге. Өйткені сол 341 метр деген ол заң болу керек. Одан еш уақытта төмен түсіруге болмайды. Сондықтан жағындай әртүрлі шараларды қолданудың арқасында, ауыл шаруашылығы болсын, энергетика болсын, кәсіпорын болсын, жеке шаруашылық болсын, қазір фермерлерде көп қой. Ол адамдардың өмірінде тоқтатуға болмайды. Егер олардың бәрін уақытысында қолға алып, уақытысында жүргізмесе, мысалы,
жағы суымыздың сағасы басқа жаққа бұрылып кетсе, жағы жер жайылымдықтардан қалады, су азаяды, ол неге әкеліп салады? Адамдар жұмыссыз қалады, адамдар жаңағындай күнделікті өміріне қажетті нәрселерден айырылады, ол босқындыққа әкеліп соғуы мүмкін, ол көшіп кетеді ғой. Ол әртүрлі жаңағындай процестерге әкелуі мүмкін, сондықтан көңілді өте көп бөлу керек.